Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең жұмсақ әрі дәмді болып шығатын қимақтың рецептімен бөлісемін. Ыдысымызға жұмыртқамызды, кішкене ғана тұзымызды, қантымызды салып, беншікпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып отырып, жылы айранымызды құямыз. Қопсытқышымызды саламыз. Ұнымызды жаймен салып араластырамыз. Ұнымызды салып жақсылап араластырып алдым. Менде осылай болды. Майға қуырма салдым, мен 10 минутқа қойып қойдым. Табамызды орташа отқа қойып, сұйық майды құйып, жақсылап қызғанын күтеміз. Майымыз қызды, табамызға құймақтарымызды салып шығамыз. Құймақтарымды салып шықтым, қақпағын жауып орташа отқа қоямын. Қақпағын ашып, қызарған бетін келесі бетіне аударамыз. Менде осылай болып қызарды. Құймақтарымды аударып алдым, қақпағын жауып, қызарғанша пісіреміз. Менде екі жағы да пісті. Енді тарелкемізге саламыз. Міне менің құймақтарым дайын болды. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай әсемдедім. Әлі алда көптеген рецепттер болады. Сол себепті менің каналыма, Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.